Ал мына біздің елімізде болатын ұлтаралық қақтығыстар болып тұрады ғой енді. Қазақ пен басқа ұлттың өкілдері кейбір анда-санда болып тұрады, өкінішке орай енді. Бірақ олсыз да болмайды. Сондай болған қақтығыста ұлтаралық біз қазақтың жағын алуымыз керек. Дұрыс па қазақтікі, дұрыс емес па, бұрыс па, қазақтікі дұрыс деп шығуымыз керек. Мына біздің билік, сорлы әкімшіліктің азғындары, әртүрлі полиция жексұрындары шығады ғой, өзімізді кінәлап. Мына сатқын жаңағы азғындар, жексұрындар, әкімшілік, полиция қазаққа қарсы шығатын. Олар енді сондай енді мәңгірген албастылар. Бірақ басқа жөні түзу, есі түзу қазаққа шенділер. Және қазақ қоғамы қазақты жақтау керек. Өз арамызда әрине білеміз, қазақты дұрыс болмаса, оны өзіміз шақырып, мысалы, жазалауымыз керек. Өзіміз, сыртқа шығармай. Сыртқа шығаратымыз тек қана ауызбіршілік, қазақ бір ауыздан сөйлейді болды. Ал мына басқа ұлттың өкілінен басталса, жаңағы ұлтаралық бір жағдай қақтығыс, төбелес, ол жазалану керек, заң бойынша әрине. Аса кетпеу керек, олар бәрін көшіріп жіберу керек, ауылын қопару керек, өрім бұтағымен көшіріп жүреді. Олар қалғандар енді жазықсыз адамдар ғой, мысалы. Кім бастады, ол сотталу керек. Сотталғасын түрмеге түскенде о жерге отырған қазақтар білу керек, кім екен, не үшін отырған. Қазақ қазақты жақтап жүру керек, қазақ қазақты қолдап жүру керек. Қазақ қазаққа тірек болу керек. Өзімізді кінәламай, өзіміз ғой енді ана жерде деп, онда ертең шығуы мүмкін, әлі білмеймін, толық мәлімет, деректер жоқ қой, не болып отқан. Ертең көреміз. Бірақ мен білем, әкімшіліктің бір жексұрыны, полицияның бір азғыны ертең шығады, қазақтың өзін кінәлап. Солай ғой бізде. Ана сорлы полицейскілер, жол полициясы, олар қалтасында, қабырғасында ілініп тұрған пистолет алып шығып атпай ма тізесінен, мысалы. Бірақ үй түсте қазақтар өзі шығады, түтіп жүр. Ойбай, полиция біздің атып халықты, бейбіт халықтаны, доңған бауырымызды атып ұстапты деп. Солай ғой.